жанарың қандай сенің жып-жылы мама, көзіңнен малынғандай күн нұры мама, жанымның мәңгі солмас бір гүлі мама, мама, өзіңсің күн нұры. Ана деген тіршіліктің тірегі, армысыздар қасиетті аналар. Қош келдіңіздер аяулы аналар, қызғалдақ қыздар, ардақты әжелер. Бүгін көктемнің алғашқы мерекесі құтты болсын. Түсінетін жан бар ма, мама, мама, түсін. Әже дайым, еркелеп қараймын, сен жүрсің ортада, бақыт деп санаймын. Ертегіде қасқыр лақтарды не істейді? Иә. Жүректен жазылатын мән шырағым. Әжелер, қыздар, сіздерді мерекемен құттықтаймын. Амансың ба ару көктем, ұлан байтақ жеріңізге қош келдің. Шуағымен шаттандырып, нұрыңды мол төге бер. Сәлеметсіздер ме балалар, мен көктеммін. Сендердің әдемі тақпақтарыңды естіп келдім. Қараңдаршы, кәмпиттері мол екен ішінде дейтін. Кәне, өнерімізді көрсетейік, тапсырмаларды орындаймыз балалар? Қандай керемет! Келесі тапсырма, әдемі, көңілді би сұраған екен. Балалар билейміз ба? Үшінші кәмпиттің тапсырмасы. Балаларыңыздың аналарына арнаған тақпақтарын естігісі келеді екен. Құттықтаймын анашы, 8 наурыз бен аналардың мейрамымен құттықтайды балалар. Ана бағынында күн, әкім сүйіп анасын. Асан санамын, сыйлаймын, мейрам сайын оған түрлі сыйлық сыйлаймын. Сарышы алға, бейбіле қалма. Көк келе ой, адында келе ой. Жасың кел тезірек, қимылда белді кел. Қызғылт түс тамаша, күй ойнайды жарыса. Мен үшін жан жүрегіңе. Енді мына қолындағы ыдыстың ішіндегі көп кәмпиттеріңді соны айтып